қаржы сатып алып, ары қарай осы тақырыпқа енем десе, жай адам не істей алады? Түсінікті. Қандай оған кепілдік тігін береді, ол ертең ол өзінің қаржысынан айырылып қалмай ма? Осындай қарапайым сұрақтар шы. Қарапайым халықты бұмен айналыса алады. Яғни қарапайым адам, инвестор, біз өзіміздің ақшаларымызды депозитке салған тәріздес, қарапайым адам криптовалютаға инвестиция жасай алады. Оған мүмкіншіліктер бар, оған институттар да бар. Бірақ бірінші кезекте менің айтып кетуім, Қазақстан Республикасының азаматтары, олар жұмыс істегісі келетін болса, бұл Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген, міндетті түрде Астана халықаралық қаржы орталығында лицензия алған ұйымдармен ғана жұмыс істеуге тиісті. Дәл қазіргі таңдағы заңнамаға сәйкес. Бұл бірінші. Екіншіден, кез келген қаржы операциялары сәйкес криптовалюта ол өте үлкен тәуекелдермен байланысты. Себебі өзіңіз білесіз, криптовалютаның құны ол өте өзгереді, тез өзгереді. Мысалы, биткоиннің құны мысалы ретінде алатын болсақ, ол бір кездері өте төмен деңгейде болса, қазіргі таңда $100,000 да жоғары оның құны бір биткоинның. Соған сәйкес адам түсіну керекті, ол өте үлкен волатильность, яғни өте үлкен өзгерістер мен тәуекелге басын тігіп тұрған түсіну керек. Әрине, міндетті түрде түсіну керек.